Selam dostlar, бүгін бізде топ 9 ютубер. Мен не үшін топ 9? Өйткені мен бір ютубер таппадым топ 10-дығын. Достар, айта кетерім, Нұрлан Қалам дейтіндей болмайды, Айшуақ дейтіндей болмайды. Тек қана 1000-100-ден аспайтын ютуберлер болады. Енді достар, кеттік. Достар, мен TV арнасын ұсынғым келеді 9-ші орынға. Бұяқта мен айта кетерім, бұяқта қазақша аудармада және де қысқаша неде жолда видеолар түсіреді. Мысалға, қазақша аударма Наруто, содан басқа нелер түсіреді. Бұл нені неліктен 9-ші орынға қойғанымды айтайын. Өйткені бұл жақта видео аз, көп шықпайды. Өйткені ол мен өзім қараймын бір контентте. Бұл өзі андай аударма, өйткені аудармашы ана соқтан бір контентте болған соң мен 9-ші орынға қойғым келді. Видеолар аз болады бұл арнада, сондықтан 9-ші орынға қойғым келді. Достар, мен 8-ші орынға осы Тайлс деген ютуберді қойғым келеді. Өйткені бұл кішкене детский лау контент түсіреді. Өйтіп андай Нұрлан Қаламнан көшіріп сервер ашылған. Өйтіп стан деп қоймай-ақ қойсын, Тайлс кезет. Не екенін айтайын ба? Өйткені ол почти Нұрлан Қаламның күшін, еңбегін аяққа тастағанды. Өзің мысалы сол жайлы не түсірсең, өзіңе көп қаралым жинап аласың. Одан көшірмей, сондықтан мен сені 8-ші орынға қойдым. Және даусың жай шығады, сондықтан мен сені қойдым. Айтсам түсініксіз, сол сияқты болды. Достар, енді 7-ші орынға кеттік. Мен 7-ші орынға Энджоки деген ютуберді қойғым келеді. Бұл да просто достар. Бұл енді бастағаннан 7-ші орынға қойдым достар. 7-ші орынға осы дұрыс деп ойлаймын. Сен ютубты тастама, сені қолдайтын адамдар көп. Сосын сен 1000 просмотрыңмен құттықтаймын. 1500 просмотр болыпты. Алға тоқтамай баса бер Энджоки. Енді мен 6-шы орынға кеттім. Мен 6-шы орын беді, 7-ші орын беді. 6-шы орынға ерекше геймс каналын қойғым келді. Достар, бұл арнаны қолдап кетіңіздер. Өйткені бұл тарихи ойындар түсіреді. Мынау қазақ елді жайлы түсіреді, сол сияқты ойындар түсіреді. Бұның каналы тарих ойынға қызығатын нелерге күшті адамдарға. Енді достар, Мико кезеттен келді деп қолдап кетіңіздер. Бұл аған ютубты тастамады, просто бүгін компьютері бұзылып қалды, сондықтан ол не істеді, көп уақытқа жоғалып кетті. Мен алдым бетте сөйлескен стримда отырып. Ал енді 5-ші орынға білмеймін достар, не жақтан шығып тұрады орындары. Мен 5-ші орынға Джако деген ютуберді қойғым келеді. 5-ші орынға қаншаншы орын? Сол орынға Джако деген ютуберді қойғым келеді. Өйткені ол Roblox ойын контенттер көп түсіргендіктен подписчигі кішкене аз болғандықтан осы ойынға жайғасты. Roblox негізі балалардың контенті десем де болады. Мен кішкене Roblox басында түсіндім, менде кішкентай детский контенттер көп жүреді білем.
Сондықтан мен Roblox түсірдім басында. Сондықтан қазір түсірмеймін. Достар, енді 4-ші орын ба, қаншаншы орын білмей жатырмын. Сол орындарға кеттік. Достар, айтыңыздар ана жақта. Өзі мені тазалап жатыр, сондықтан дауысым қатты естілмеуі мүмкін. Плюспен мені тазалап жатыр. Шайындарды тазалап жатыр, үй тазалап жатыр почти. Ал мен енді Арди деген ютуберді қойғым келеді, 4-ші орын ба, сондай ғой. Ол 100 күн үйде Нұрлан қаламның несі түсіреді. Негізінде күшті несі дегенде. Соларды деген қызық. Ал Арди сен 4-ші орынға жайғастың. Мен қазір 3-ші орынға Елмұрат деген ба, сол ютуберді қойғым келеді. Бұл ютубер жақында бастаса да, білмеймін, маған өзі не жазған комментария. Сосын Елмұрат, сен жай сөйлеш, сол жағын жаман болып тұр. Сен басында көрген кезде мен даусынан шошып кеткенім бар. Жай сөйлесім. Жай сөйле. Сен 3-ші орынға жайғастың. топ-3-ке келіп қалыппыз. Енді кеттік, достар. Достар, 2-ші орынға мен ойнақтан алғым келеді. Бұл Жакомен түсіреді жаңадегі. Ол сосын ойнақта сіз бір контентте отырмаңыз, 1-2 контент түсіріңіз, ойын контент түсіре бермеңіз деген сияқты. Мен кішкене каналыңызды қарадым. Ал енді 1-ші орынға Стелин деген ютуберді қойғым келеді. Ол не? Шын есімі Тайыр білем. Ол негізі бұлдақта. Достар, күте тұрыңыздар, білмеймін. Достар, просто видеоларын өшіріп тастаған ба деп қарағам, өшірмепті. Просто мынандай жерге сап қойыпты. Көрсетемін, достар. Осы жерге сап қойыпты. Айтты қызықты видеоларын өшіріп тастапты. Негізінде өзі қызықты контенттер түсіреді, постройка салады. Сол сияқты бұл ағамыз көп мен сосын бұл қызық нелер контенттер түсіреді. ютубқа не туралы салуға болады. Сол жайлы кино түсіреді. Негізінде маньяк несі бар, оның киносы. Достар, енді сол ютуберді қойғым келеді. Ол күшті ютубер. Енді сау болыңыздар, достар, сіздермен оған Мико кезеді. Ал каналға тіркеліп